Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Барша үмметі Мұхаммед Алланың барша мадақтау мен мақтаулар әлемнің Раббысы болған Аллаға, салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымызға, барша үмметі Мұхаммедке Алланың рахметі, мейірім болсын деп өткен сабағымызды жалғастырамыз. Біз өткен сабағымызда жүректің дерттерінің үшеу екендігін айттық. Рияқорлық, қызғаныш және менмендік. Соны ары қарата жалғастырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы жүректің үш дерті жөнінде айтқан хадистері өте көп, бірақ солардың ішінен мынау хадиске тоқталғанымыз жеткілікті сияқты дейді. Ол қайсы хадис? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ардақты сахабаларының бірі Муаз. Осы кісіден кейін сұрайды Муаз бен Жабалдан. Басқа табииндер сұрайды, басқа шәкірттері сұрайды. Я Муаз, сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естіген бір хадисті айтшы дейді бізге. Қандай хадис айтасыз өсиет ретінде дегенде, Муаз ибн Жабал былай деп айтты. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мына хадисті естідім дейді. Пайғамбарымыз айтты: Я Муаз, инни мухаддисука би хадисин ин анта хафизтаху нафаака индаллах. Егер сен бір хадис айтайын қазір саған, егер сен жаттап жүретін болсаң, өміріңде қолданып жүретін болсаң, ертең Алланың алдына барған кезде сізге пайда береді. Егер сен жаттамасаң, жаттамасаң дегендегі мақсат амал жасамасаң, сол хадиспен деген сөз, ертең Алланың алдына барған кезде ешқандай пайдасын көре алмайсың дейді, амал жасамасаң. Бұл хадис былай: Инна Аллаха табарака ва тағала халақа сабаата амлакин қабла ан яхлуқа самауати вал ард. Алла тағала жалпы мынау 7 қабат аспанға 7 түрлі періштені, 7 періштені күзетші қылып қойған дейді. Соны айтады. Әрбір қабат аспанда әрбір періште бар екен. Күзетші қызметін атқаратын. Енді олардың міндеттері қандай? Былай деп айтады. Әрбір адам өмірде жасаған амалдары бар ғой. Жасаған амалдары негізі біз иман етеміз, періштелердің барлығына біздің жақсылық пен жамандықты жазып тұратын періштелер бар. Олар, қараңыз, олар адамның амалын, амал дәптерін жазып, хайна юсбиха ила хайни юмси лаху нурун канури шамс иза саидат бихи ила самаи дуния. Бірінші, дүниенің аспанына көтерілген кезде дейді, адамның амал дәптерін алып, сол кезде сол бірінші қабат аспандағы періште былай деп айтады екен: Идрибу бихадал амали ваджа сахибихи. Жоқ, бұл алып бара жатқан амал дәптері қабыл етілмейді. Оны қайтадан иесінің бетіне лақтырыңдар деп айтады екен. Сондықтан да біз не істейміз? Намаздың дұғасын жаттаған болсаңыздар, «Вәлә тәдриб биха уджухана» деп дұға жасаймыз, дұрыс па? Мағынасын білсеңіздер, «Я Алла Тағала, біздің осы оқыған намазымызды біздің бетімізге лақтырма ертең» деген мағынада. Енді бұл періште не үшін солай жасайды? Өйткені ол періште айтады: «Әнә сахибул ғайба әмәрани рабби». Мен ғайбатты тексеруші періштемін. Осы амал дәптерінің ішінде қараңыз. Ғайбатты тексеруші періштемін дейді. Менің қасымнан ешқандай ішінде ғайбат болған, өсек болған амал дәптері өтпейді деп айтады екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде бізге ескерткісі кеп тұрған нәрсе не? Ғайбат амал дәптеріміздің ішіне кірмеу керек күнделікті өмірде. Өсек, біреуді сыртынан жамандау, ғайбаттау деген нәрсе. Дұрыс. Екінші қабат аспанға барған кезде, яғни бір адамның амал дәптері бірінші қабаттан өтуі мүмкін, бірақ екінші қабатқа барған кезде тура сондай періште бар екен да, тура сондай періште бар екен. Ол да не істейді? Сол алып бара жатқан жаңағы біздің жақсылығымыз бен жамандығымыз жазатын періштеден амал дәптерімізді алып, қайтадан қайтарып жіберуі мүмкін. Не үшін? Себебі екінші қабатта Алла Тағаланың белгілеп қойған періштесінің міндеті дейді. Бұл, қараңыз, бихадал амали ваджа сахби иннаху арада би амалихи арада дуния. Бұл кісі жасаған жақсылықтарымен, ғибадаттарымен Алланың ризалығын мақсат еткен жоқ, өмірлік, дүниелік бір табысты мақсат етті. Сондықтан
Алла ризалығы болмаған кез келген амал дейді, менің алдымнан өтпейді дейді. Көрдіңіз бе? Міне, жақсы, бір адамның амал дәптерінде өсек те болмауы мүмкін, жаңағындай жасаған амалын ықыласты түрде жасауы мүмкін, бұлардың барлығынан өтіп кетуі мүмкін дейді. Бірақ үшінші қабатқа барған кезде тура сондай періште бар екен. Бұл періштенің де міндеті не? Ана мәләкул кибри амарани рабби. Қараңыз, мен тәкаппарлықты қарайтын періштемін. Егер бір адамның амал дәптерінде тәкаппарлық, күнә жазылған амал дәптерінде тәкаппарлық болатын болса, өзгелерді менсінбеу, менмендік болатын болса, онда менің алдымнан өтпейді дейді екен ол адамның амал дәптері. Төртінші қабат аспанда, мысалы, бір адам алдында, бір адамның амал дәптері алдың үшеуінен өтуі мүмкін, бірақ төртінші қабат аспанда дейді. Тура сондай періште бар. Бұл да қандай мағынада, қандай амал тексеретін періште? Сахибул ұжуб. Яғни жаңағымен бірдей, ұжуб деген сөз үнемі біреуді менмендік көрсететін, үнемі біреуді масқаралайтын, келеке қылып адамдардың үстінен күлетін, сондай бір жаман қасиеті болған адамның амал дәптері тосылып қалады екен. Жақсы, бір адам бірден, екіден, үштен, төрттен де өтуі мүмкін. Бірақ беске барған кезде не істейді? Бесте де сондай мағынада періште бар, қызметте. Ол қандай амалды өзінің алдынан өткізбейді? Қараңызшы, ол қызғаныш болған адам, қызғаншақ адамды. Кез келген нәрседен қызғанады, біреуге ор қазады, біреуді көре алмайды. Сондай ішінде жаман қасиеті болған адамның амал дәптерін өткізбейді дейді. Жақсы, бір адам осы бесеуінен де өтуі мүмкін, бірақ алтыншы қабатта қандай періште бар дейді. Қараңыз, алтыншы қабаттағы періште ол мынандай мағынада екен. Иннаху кана ла юрхаму инсанан. Бір адамның амал дәптерін өткізбейді, себебі не үшін? Өйткені ол дейді, қараңыз, адамдарға рахмет етпейтін, ешқандай қатыгез, мен айбадиллахи асабаху балаун ау марадун бихи бәлкана яшмату бихи дейді. Қараңыз, бір адам қиналып жатса, мүмкіндігі бар ма? Қолынан келген көмекті көрсетпейді. Ауырып жатыр ма? Көмектеспейді оған. Бәлки де дейді, сол қиыншылықта жүрген адамдарды кемсітіп, соған неше түрлі балағат, жаман сөздер айтып, солардың көңілін ауыртатын адамдар. Яғни қатыгез адам деген сөз. Туыс туғанына, ата-анасына, жалпы бауырларына көмегі жоқ адам ешқандай. Міне, осындай адамдықын өткізбейді дейді. Ал жетінші бір адамның амал дәптері, қараңыз, осылардан да өтіп кетуі мүмкін негізі. Бірақ жетінші қабатқа барған кезде өтпей қалады екен. Өйткені не? Уана сахибу зикр, сол жердегі періште дейді. Файни ахжабу ан рабби кулла амалин лам юрид бихи важху рабби. Жаңағы жоғарыдағы мен негізі мағына жағынан бірдей, Алла ризалығы кез келген істе, намаз оқысақ та, кез келген жақсылық жасасақ та, біздің мынау жүрегіміздегі ниет Алла ризалығы үшін болсын. Ең маңыздысы осы. Егер Алла ризалығы болмаса жасап жатқан амалдарымызда, онда оның қабыл болуы екіталай. Енді қараңыз, хадистің соңында мынандай деп келеді. Осы хадисті ثم بكى معاذ وان تحب انتحابا شديدا. Қараңыз. وقال معاذ قلت يا رسول الله. Муаз осы хадисті айтып отқан Муаз ибн Жабал осы хадисті айтты да өте қатты жылап жіберді дейді. Одан кейін мен пайғамбарымызға былай деп айттым дейді. Я Расулалла, әнтә Расулалла, сен Алланың пайғамбарысың, күнәдан қорғалғансың. Ва ана Муаз, фа кайфа ли бин нажати вал халаси мин залик. Бұндай күнәлерден мен қалай құтылам? Мүмкін емес қой, осындай кедергілер болатын болса, менің амал дәптерімнің қабыл болуы амалдарымның. Дегенде пайғамбарымыз былай деп жауап берген екен. Иқтади би ва ин кана фи амалика нақсун. Маған ілес дейді. Дұрыс, амалыңда кемшілік болуы мүмкін, қателік жасап қою мүмкін, бірақ пайғамбарымыздың сүннетіне берік болсаң, Алланың қалауымен сіздің амалдарыңыздың, жасаған ғибадаттарыңыздың қабыл болуы жеңіл дейді. Және де пайғамбарымыз осының несін айтады? Түйінін айтады. Я Муаз, қараңыз. Ей Муаз, хафиз ала лисаник, минал вақия фи хуаник, сен тіліңді қорға деді. Яғни осы амалдардан, осы жаңағы жаман қасиеттерден сен бірінші сақтанғың келетін болса, тіліңді қорға деді. Түсінікті ме? Тіліңді қорға. Кімнен қорға тіліңді?
мұсылман бауырларыңның ар намысына тиюден қорға тіліңді. Мұсылман бауырларыңның. Соның ішінде қараңыз. Соның ішінде әсіресе мен хамалатил Құр'ани хассатан, Құран жаттап жүрген, қараңыз, қарилардың, не болмаса дінге қызмет етіп жүрген адамдарға тіл тигізуден сақтан деді. Әсіресе жай қарапайым адамдардан, басқа жора жолдастарыңнан сақтан, бірақ ғалымдарға тіл тигізуден сақтан деді. Соның ішінде әсіресе. Көрдіңіз бе? Уахмал зунубака алайк вала тухаммилха алайхим. Кез келген бір қателік болатын болса, өзіңнен көр, өзгелерден көрме деді қателігіңді. Бір қателік жасап қойдың ба, сен өзің судан ақ сүттен тазамын деп елге итере берме кез келген қателіктеріңді. Вала тузакки нафсака бизамбихим. Ешқашан өзіңнің нәпсіңді ақтап алушы болма деді кез келген жерде. Бір қателік болды ма, ең бірінші қателігімізді өзімізден іздеу керекпіз. Міне, одан кейін пайғамбарымыз осы хадистің соңында былай деп айтады. Түйінін айтады осы хадистің. Я Муаз, иннаху ла ясирун ала ман яссараху Аллаху та'ала алайхи. Алла тағала бір адамға осының бәрін жасауға, бүкіл ғибадатты, бүкіл амалды жасауға дейді, Алла жеңілдік берген адамға жеңіл деді. Алла тағала біреуге жеңілдік берді ме, ол адамға жеңіл. Кейбіреуге жеңілдік бермес, ол адамға қиын болуы мүмкін. Соның ішінде саған жеткілікті болатын нәрсе не? Иннама якфика мин залика ан тухибба линнаси ма тухиббу ли нафсик. Ең түйінін айтатын болсақ, осы хадистің, сен мұсылман адам ретінде өзіңе жақсы көрген нәрсені бауырыңа да жақсы көр деді. Өзіңе не нәрсені қалайсың? Бауырыңа да со нәрсені қала. Ва тукраху лахум ма тукраху ли нафсик. Өзіңе жек көрген нәрсені өзіңнің бауырларыңа да жек көр. Өзің бір нәрсені қаламайсың ба, оған да қалама. Тек қана жақсылық маған ғана бола берсін, басқаларға жақсы жамандық болсын деген сөз жоқ. Фаидан анта я Муаз қади салимта. Егер сен осы қасиетті, осы мінезді өн бойыңа қондыра алатын болсаң, өзгелерге, мұсылман бауырыңа жақсы көрген затты, яғни өзіңе жақсы көрген затты басқаларға да жақсы көретін болсаң, өзіңе жек көрген нәрсені басқаларға да жек көретін болсаң, осы қасиетті өн бойыңа сіңіре білетін болсаң, сен жоғарыдағы жаман қасиеттің бәрінен ада боласың деді. Өзіңді қорғай аласың деді. Көрдіңіз бе? Сондықтан пайғамбарымыз осы хадисті осы сөзімен түйіндеді. Бұл өте маңызды нәрсе негізі. Біз өзімізге жақсы көрген нәрсені ата-анамызға жақсы көре аламыз ба? Өзімізге жақсы көрген нәрсені бірге туған інімізге, ағамызға, бауырымызға, көршімізге, туыс туғанымызға жақсы көре аламыз ба негізі? Өзіміз, қараңыз, өзімізге басымызға қандай да бір той жасайық, немесе қандай да бір жағдай болсын, өзгелердің кеп көмектескенін қалаймыз. Ал бірақ сол туысқандарымыз көмекке мұқтаж болған кезде өзіміз соған бармасақ, демек ондай қасиет өзімізде болмай жатыр деген сөз. Өзіміз қалаймыз, бірақ басқаларға қаламаймыз оны. Мүмкіндігіміз болған кезде барып көмектеспейміз. Көрдіңіз бе? Бұл қасиет негізі кез келген мұсылман адамның бойында болуы керек болған қасиет. Енді мынандай бір, енді біз осы жүректің жалпы үш түрлі үлкен дертін айттық. Менмендік, рияқорлық дедік, және қызғаныш. Осыларды айтып болғаннан кейін бір намаз жөнінде бір тоқталайықшы. Намаздың ішінде бір кішкентай бөліктеріне тоқталайық. Мынау біз намаз оқимыз күнде. Мәйен бағи истихдаруху фил қалби айнда күлли рукнин ва шартин мин амалис сала. Біз намаз оқыған кезде әрбір іс-әрекетті жасаған сәтте бір сезіну керек болған сезім бар. Намаз оқып жатқан кезде. Мысалы, қандай сезім деп айтайық? Фаиза сами'ата нида ал-муаззин. Азан айтып жатыр. Азанның дауысын естідік біз. Сіз қандай сезімде боласыз дейді, азан айтып жатқан кезде? Азан айтып жатқан кезде негізде адам мынау қиямет, қайым, ақырет болған кезде тура сондай періште не істейді? Қияметтің болғандығы жөнінде хабар береді. Түсінікті?
сіз соны елестетіңіз, соны сезініңіз дейді. Яғни азан айтып жатыр, яғни қиямет, ақырет болатындай соның бір шақыруы болып жатыр деп өзіңізді елестетіңіз. Өйткені ішіңізбен және сыртыңызбен және кешікпей 5 уақыт намазды оқуға, мешітке оқуға тырысыңыз. Өйткені осы азан айтқан кезде азанға жауап беріп, сол жамағатпен намазын оқыған адамдар дейді, бұл өмірде Алла шақырып жатыр ғой, хайя алассала, намазға келіңдер деп, хайя алассала, намазға келіңдер деп. Сіз соған жауап беріп, намазға келетін болсаңыз, ертең қиямет болған кезде, ақырғы күн болған кезде, дүниенің соңы болған кезде дейді, сол қиямет болды деп айғай шыққан кезде, хабар берілген кезде, ол хабар сізге сүйінші ретінде жетеді дейді. Яғни қорқыныш болмайды дейді сізге. Өйткені не? Дүниеде сіз әрдайым Алла Тағала 5 уақыт шақырған кезде сіз жауап бергенсіз барлығына. Ол ешқандай сізге қиындық тудырмайды дейді. Енді қараңыз. Келесі, мысалы, намаз оқыған кезде және бір біздің жасайтын нәрсеміз ол не? Истиқбал. Қыблаға бетімізді, жүзімізді бұрамыз, дұрыс па? Қыблаға қарап намазымызды оқимыз. Осының мағынасы не? فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات عن جهة بيت الله تعالى. Біз жүзімізді қыблаға бұрамыз да, оң жағымызды, сол жағымызды, арт жағымызды тастаймыз басқа жаққа, қарамаймыз. Яғни бұл жерде айтқысы келіп тұрған не? Жүзімізді тек қана бір жаққа ғана бұрамыз. Бір жаққа ғана қаратып, бір бағытқа ғана қаратамыз. Басқа жаққа қарайтпаймыз дейді бұл жерде. Ал-фәльякун вәжху қалбика ма вәжхи бәданик. Тура сол кезде сенің жүрегің де бір жаққа қарау керек. Түсінікті ме? Жүзің, денең бір бағытқа бұрылғаны сияқты, жүрегің де бір бағытқа бұрылу керек. Сен жүзің ғана, бетің ғана қыбла жаққа бұрылып, ал жүрегің намазда емес, басқа жақта болатын болса, ол негізі кемел түрде оқылған намаз болып саналмайды екен. Бірінші, яғни жүзімізді де қыбла жаққа қаратудың бір мәні осы. Жалпы жүрегімізді де бір бағытқа бұру намазда тұрған кезде. Барынша басқа нәрсені ұмытуға тырысу керекпіз. Ал енді қараңыз. Намазда біз тік тұрамыз, қисаймаймыз. Барынша намазда шариғатымызға сай тік тұруға тырысу керекпіз. Иътидал деп атайды бұны. Бұл да не? Сіз барынша намазда тұрған кезде бір мысалы өзіңіздің басшыңыздың алдында тұрсаңыз қалай тұрасыз? Тура сондай сіз 18 мың әлемнің жаратушысының алдында тұрсыз. Сол бір сәтті, сол бір сезімді, сол намазда тұрған кезде адам барынша сезінуге тырысу керекпіз. Уәммә тәкбир дейді, қараңыз. فَإِذَا نَطَقَ بِهِ لِسَانَكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ قَلْبُكَ. Біз тәкбір аламыз ғой. Аллаху әкбір деп тәкбір алған кезде оның мағынасы не? Алла Тағала мағынасы қандай? Аллаху әкбір деген сөздің? Алла ұлы деген сөз, дұрыс па? Алла ұлық, Алла ұлы деген сөз. Сіздің мынау тіліңізбен айтып жатқан сөзіңізбен жүрегіңіз сәйкес келсін дейді. Көрдіңіз бе? Сіз Аллаху әкбір деп тіліңізбен тәкбір алдыңыз, Алла ұлы деп тұрсыз. Бірақ жүрегіңізде ондай бір Алланы ұлылау жоқ. Ондай сезім жоқ. Екеуі екі жақта кетіп қалмасын. Айтқан сөзіңізбен жүрегіңіздегі сол бір сезім сәйкес болу керек. Намазға тәкбір алған кезде. Міне, қарасаңыздар, намазға біз әрдайым мүмкіндігінше осылай кіру керек екенбіз. Әл-қаулу фи әдәбі сұхбати вәл муашара мағал халқи ва мағал халық. Қараңыз. Келесі бір тақырып. Жалпы біз Алламен қарым-қатынасымыз, жаратушымен қарым-қатынасымыз қалай болу керек? Жаратушымен қарым-қатынасымыз. يعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك. Қараңыз, сіздің үйде болған кезде де,
сапарда болған кезде де, ұйықтаған кезде де, ояу кезде де, өміріңізде де, өмірден қайтқаннан кейін де сізге жолдас болатын зат ол сіздің жаратушыңыз. Басқа нәрселердің барлығы өмірде өткінші ғана жолдас. Адамның жаратушысы Алла тағала сізге мәңгілік жолдас болады. Мәңгілік жолдас болады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді. Алла тағала былай деп айтқан дейді: "Ана жалису мен закарани." Мені үнемі еске алып, үнемі мені зікір етіп жүрген адамдардың мен көршісімін деген. Яғни мен үнемі онымен біргемін деген сөз. Яғни іліміммен, мен сипатыммен үнемі біргемін. Қиналған кезде, біз жай кезде Алла тағаланы зікір етіп жүретін болсақ, қиналып бір Алла тағаладан дұға сұраған кезде, Алла тағала бізді дұғамызды кері қайтармайды. Түсінікті ме? Сондықтан өмірде ең біздің жақын жолдасымызды жаратушы қылып алу керекпіз. Яғни жаратушы Алла тағала біздің ең жақын жолдасымыз болу керек. Ұйықтап жатқан кезде де, басқа кезде де, жұмыста болсын, үйде болсын, Алланы үнемі есімізге сақтайық. Жалғасында айтады: وَمَهْمَا إِنْ كَسَرَ قَلْبُكَ حُزْنًا عَلَى تَقْصِيرِكَ فِي حَقِّ دِينِكَ فَهُوَ صَاحِبُكَ وَمُلَازِمُكَ إِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدِ الْمُنْكَسِرَةِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَجْلِي فَلَوْ عَرَفْتَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَاتَّخَذْتَهُ صَاحِبًا وَتَرَكْتَ النَّاسَ جَانِبًا. Бұл жерде былай деп айтады: біз дұрыс өмірде көптеген ғибадаттарды Алла тағала талап еткендей жасай алмауымыз мүмкін. Бірақ бізде ең болмаса жүрегімізде бір өкініш болу керек. Менің мысалы оқи алмай қалған 10 жылдық намазым бар, қанша оразам бар, қанша жерде күнә жасап қойдым деген жүректегі кішкене болсын бір өкініш болсын дейді жүректе. Енді біз бір өмірдегі бір дүниелік бір табыстан айырылып қалсақ, соны қанша уақыт ойлап өкініп жүреміз. Тура сондай, сіз жасай алмай қалған ғибадатыңызға да не істе? Ғибадатыңызға да жүрегіңізге өкініш болсын дейді. Өйткені Алла тағаланың мынандай айтқан хадис құдсиі бар: "Ана индал мункасирати кулубухум мин ажли." Мен үшін жүрегі уайым қайғыға түскен адамның қасындамын деген. Яғни мен үшін жүрегі уайым қайғыға түскен адамның қасындамын деген сөздің мағынасы ол, мен оның дұғасын қабыл етем, оған менің рахметім әрдайым жақын болады деген сөз. Яғни бұл жердегі мақсат не екен? Бір ғибадаттарды жасай алмай қалдық па, ең болмаса қолымыздан келмесе жүрегімізде кішкене әттеген-ай деген бір өкініш болу керек сол жасай алмай қалған ғибадатымызға. Міне, жақсы, осының бәрін жасай алмадық. Тек қана 5 уақыт намазбен ғана шектеліп жүрміз. Не болмаса қанша оқылмаған намаздарымыз бар. Онда фаин лам тaqdir ala zalika fi jami' awqatik. Сен уақытың оған жетпей жатыр, қолыңнан келмей жатыр дейді. Fa iyyaka an tukhalliya laylaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi. Онда сенің, қараңыз, күндізде болсын, немесе түнде болсын, Алламен қалатын бір уақыты болу керек адамның негізі. Тәфәккүр деген нәрсе бар, дұрыс па? Тәфәккүр деген нәрсе бар, ойлану деген нәрсе бар. Біз қазіргі таңда өміріміз ешқандай бос емес. Бір сәт болсын, баламызбен, отбасымызбен, жұмыспен кетеміз, жаратушымен қалатын бір уақыт ажырата алмаймыз көп уақыт, көп жағдайда. Ол қандай уақыт болуы мүмкін? Мысалы, сіз кеште келесіз, бүкіл мысалы тыныш жер, бөлмеңіздің есігін жабасыз, тек қана пайғамбарымызға Алланы зікір етіп, Алланы мадақтап, өзіңіз бүгін не істедіңіз, ертең не істейсіз, пайғамбарымызға салауат айтып, тек қана бір тыныш Аллаға сол жерде өзіңіздің Алладан сұрайтыныңыз бар ғой, мақсатыңыз бар, жете алмай қалған, қабыл болмай, жете алмай жүрген мақсаттарыңыз бар. Сол жерде айту керексіз Алла тағалаға. Сол жерде жалбарыну керексіз Алла тағалаға. Яғни Алламен қалатын, ол бір намаз емес, намаз уақыт емес. Тек қана Алламен қалатын, Алланы зікір ететін, пайғамбарымызға салауат айтатын адамның бір ең кем дегенде күнде бір 10 минут, 15 минуттық уақыты болу керек. Бұл уақыт егер сіз осыны өзіңіздің өміріңізге
кіргізе білетін болсаңыз, күнделікті әдет қыла білетін болсаңыз, осындай нәрсені сізге көптеген өзгерістер алып келеді. Түсінікті ме? Сіздің өміріңізге бұл нәрсе, осы әдет көптеген өзгерістер алып келеді. Өйткені телефоныңызды жауып тастайсыз, еш нәрсені ойламайсыз, тек қана жаратушымен, Алла тағаланы зікір етіп, солай тыныш қалған кезде адамға неше түрлі ойлар келеді. Шешілмей жүрген тірліктеріңіздің шешімін Алла тағала сол жерде сізге беруі мүмкін. Түсінікті ме? Бір қабыл болмай жүрген дұғаңыздың қабыл болуы соған байланысты болуы мүмкін. Бір мысалы кешіре алмай жүрген туысқаныңызды Алла тағала сол жерде кешіртуі мүмкін. Жүрегіңізге бір жібеулік, соған қарсы бір мейірім, махаббатты сол жерде оятуы мүмкін Алла тағала. Түсінікті ме? Бұл бізге өте маңызды, сондықтан ең болмаса біз осыны жасайық деп айтып жатыр Имам Ғазали өзінің кітабында. Енді біз осы тақырыптарды өткеннен кейін мына нәрсеге көңіл бөлейік. Жалпы әдеп. Ол қандай әдеп? Кімге қатысты әдеп? Бұл ата-анамызға қатысты әдеп. Ата-анамызға қатысты әдептерден бірнешеуін біз қазір санаймыз. وَإِنْ كَانَ لَكَ وَالِدَانِ Егер сенің ата-анаң тірі болатын болса, ата-анаң өмірде бар болатын болса, فَأَدَبُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ Жалпы баланың ата-анаға қатысты әдебі қарсы. Біріншісі ол ән ясма кәләмәхума. Ата-ананың сөзін тыңдау керек. Бірінші әдеп ата-анаға қатысты. وَيَقُومَ لِقِيَامِهِمَا وَيَتَمَثَّلَ لِأَمْرِهِمَا Ата-ананың қызметінде болу керек. Және وَيَتَمَثَّلَ لِأَمْرِهِمَا Қандай Аллаға қарсы келуге әмір етпесе болды, басқа бүкіл ата-ананың бұйырған ісін перзент, ұрпақ, бала шағасы орындауы міндетті. Бүкіл ісін ата-ананың. وَلَا يَمْشِي أَمَامَهُمَا Әдеп бойынша негізі жүрген кезде болсын, машинаға, көлікке отырған кезде болсын, ата-анаңыздан бұрын отыруға болмайды. Бірінші, анаңызды отырғызасыз, әкеңізді отырғызасыз, одан кейін барып өзіңіз. Әдеп бойынша, түсінікті ме? Жол жүрген кезде де дейді, сіз жассыз, мүмкін сіздің анаңыз 60-қа келген, мысалы 70-ке келген, 80-ке келген қарт ана, белі ауырып, аяғы ауырып жүре алмауы мүмкін. Сіз жас болсаңыз, артқа тастап кетіп қалуға болмайды, бір жерге тойға бара жатсыз, басқа жаққа кетіп бара жатсыз. Сол анаңыздың бір басқан, екі басқан қадамымен бірге жүру керексіз әдеп бойынша. Түсінікті ме? Ал وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا Ата-анаңыздың қасында дауыс көтеріп сөйлемеңіз әдеп бойынша. Ата-анаңызға кез келген жағдайда дауыс көтеруге болмайды. وَيْلَبِّ دَعْوَتَهُمَا Қандай жағдайда болсын, қараңыз, وَيْلَبِّ دَعْوَتَهُمَا Ата-анаңызға жауап беріңіз дейді. Сондай бір сізді шақырды, не болды, анау мынау деген сияқты дауыс көтеріп емес, жылы, мейірімді, немен? Мейірімді жауап беру керексіз. Мысалы, қандай қызмет, не болмаса, менен қандай көмек деген сияқты жылы сөзбен жауап беру керексіз. Не болды, бағана жасадым ғой, қайта-қайта айта бермеңіз деген сияқты дауыс көтеріп, ата-ананың көңіліне келетін сөз айту шариғатқа қайшы нәрсе негізі. وَيَحْرُسَ عَلَى مَرْضَاتِهِمَا Біз өмірде ата-анамыздың ризалығын алуға тырысайық. Мүмкін киім алып берейік, ең бастысы ол кісілердің қызметінде болайық. Егер ата-анамыз ауылда болатын болса, түсінікті ме? Күніне звондау керек біз негізі. Күніне, әр күні 10 минут, 5 минут анамызға звондап, әкемізге звондап, не істеп жатыр? Кеше не істеді, ертең не істейді? Бүгін өзіңіздің істеген жұмысыңызды айтып беріңіз. Хабарласу керек біз ата-анамызға. Міне, ризалығын алуға тырысыңыз дейді. Сіз күнде звондап қараңызшы, хабарластыңыз, анаңыз сізге күнде дұға етіп жататын болса, мысалы, жолың ашық болсын, жол жүрген кезде Алла тағала жол амандығын берсін, өсіңдер, өніңдер, кәсібіңе береке берсін деп күнде дұға алып тұратын болсаң сен ата-анаңнан, болды.
үлкен не? Үлкен жетістік сіз үшін. Сіздің жолыңыздың ашылуына, кәсібіңізге береке кіруге үлкен себепкерлік бұл. Үлкен себепкерші нәрсе. وَيَحْفِدَ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ Ата-анаңыздың қызметінде болыңыз. وَلَا يَمُنَّ عَلَيْهِمَا بِالْبِرِّ لَهُمَا وَلَا بِالْقِيَامِ لِأَمْرِهِمَا Ата-анаңа жасаған қызметің үшін міндетсінбе дейді. Кеше сен, мысалы, анаңа бір сыйлық алып бердің бе, міндетсінбе соны? Бір қызмет жасадың ба ата-анаңа, міндетсінбе мен мынаны жасадым, мынаны бүйттім деп. Сен бүйту керексің деген сияқты. Олай болмайды. Саған кішкентай кезіңнен бастап, сен шыр етіп өмірге келгеннен бастап, ешқандай қарсылықсыз, ешқандай сенің ақы талап етпей, анаң сені бағып өсірді. Енді сен есейген кезде бір кішкентай берген нәрсең үшін, не болмаса, кішкентай бір көрсеткен қызметің үшін ата-анаңа соны міндетсінуің, ол адамгершілікке жат нәрсе. Уәла янзура илайхима шазран дейді. Ата-анаға мынау қандай да бір жағдай болсын. Дұрыс, сен өзіңді ұстауың мүмкін. Осындай уағыздарды естіп алғаннан кейін, шариғаттың талаптарын естіп алғаннан кейін өзіңді ұстауың мүмкін. Бірақ ең болмаса бір көзіңді алайтып қалуың мүмкін да. Ата-анаң бір нәрсеге жұмсаған кезде, бір талап, бір нәрсені орындауды талап еткен кезде, бір көзіңнің көзіңнің қиығымен көзіңді алайтып қарауға да болмайды негіз ата-анаға. Ата-ананың орны өте жоғары. Уәла юқаддиба ваджаху фи ваджхихима тікірейіп болса да ата-анаңа қарама дейді. Уәла юсафира илля бииднихима қай жерге шығатын болсаң, ата-анаң барма сен, дұрыс, үлкен жігіт шығарсың, 25-30-ға келген. Ата-анаң қасыңда ма, ата-анаң үйінде ме сенің үйіңде тұрып жатыр ма? Бір жерге баратын болсаң, бірінші ата-анаңның рұқсатын алу керексің. Ата-анаңа айту керексің. Сол кісілердің дұғасын алып сапарға шығатын болсаң, сапарыңыздың сәтті болуына үлкен себепші болады. Міне, жалпы біз осы ата-анаға қатысты әдептерді жақсы білу керекпіз. Одан кейін жалпы адамдар 3 топқа бөлінеді дейді. Біріншісі достарыңыз, және таныстарыңыз, және танымайтын адамдар. Адамдарды 3 топқа бөлдік. Айналаңызда достарыңыз бар. Достан кейін не бар? Күнде аман сәлеміңіз дұрыс, таныс адамдар бар. Досыңыз емес, бірақ танисыз. Ал одан алыс адамдар кімдер? Танымайтын адамдар. Бірінші рет кездесіп тұрған. Жалпы осыларға қатысты мұсылман адамның қандай әдептері бар, Алла қаласа келесі сабағымызда соны өтетін боламыз. Бұл кітабымыз Алла қаласа келесі аптада бітеді. Келесі аптада ең соңғы сабағымызды өтіп, осы кітаптан батасын жасайтын боламыз. Одан ары қарата басқа сабақтарды жалғастырамыз. Алла тағала баршамызға разы болсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла разы болсын.